Құрметті әріптестер, Самұрық-қазына компаниялар тобының қызметкерлері. 28 сәуірде дүниежүзілік еңбекті қорғау күні атап өтіледі. Бұл күні жұмыс орында қаза тапқан немесе жарақат алған адамдарды еске алады. Ресми деректерге сәйкес 2022 жылы Қазақстанда өндірістегі жазатайым оқиғалардың салдарынан 1500-ге жуық адам зардап шекті. Бұл жұмыс орындағы қауіпсіздікті жақсарту бойынша тұрақты жұмыс істеу қажеттігін көрсетеді. Тема Всемирного дня охраны труда в 2023 году. Безопасная и здоровая рабочая среда – это основополагающий принцип и право. В Казахстане это право официально закреплено в Конституции и Трудовом кодексе. Для каждого гражданина должны быть созданы условия труда, отвечающие требованиям безопасности. В группе компании «Самұрық-қазына» мы придаем большое значение безопасности на рабочем месте. Мы проводим системную работу, направленную на предупреждение несчастных случаев, улучшение санитарно-бытовых условий, оздоровление работников, обучение коллег безопасности труда и внедрение цифровых технологий на производстве. По итогам прошлого года совместными усилиями нам удалось снизить число пострадавших на 16%. Анализ происшедших несчастных случаев свидетельствует о том, что их причина заключается не в отсутствии финансовых или других ресурсов, а в неорганизованности рабочего процесса. В этой связи я обращаюсь к руководителям всех рангов, особенно к топ-менеджерам. Вы лидеры и пример для работников. Пусть вашей доброй традицией станет начинать рабочий день с темы безопасности труда. Я также обращаюсь к работникам. Сохранение жизни и здоровья зависит от нашего сознательного отношения к собственной безопасности. Фонд «Самұрық-қазына» гарантирует всем законное право на отказ или остановку работ при возникновении потенциально опасной ситуации, угрожающей жизни и здоровью. Прошу каждого работника своим примером демонстрировать важность производственной безопасности. Құрметті әріптестер, Самұрық-қазына қоры үшін адамдардың өмірі мен денсаулығы негізгі басымдықтардың бірі. Қор тобының барлық қызметкерлері үйлеріне аман-есен оралуы керек. Сондықтан еңбекті қорғау ережелерін үнемі және қатаң сақтау бәріміз үшін қағидаға айналуы тиіс. Мен осын күнде есте ұстауға шақырамын.